Армысыздар, ардақты ағайындар. Күні кеше ғана қазақ киносына өзіндік зор қолтаңба қалдырған мықты талантты актер Қыз Жібек пен Төлегеннің киносын ойнаған атаманның ақырымен елге танымал болған, мыңдаған қазақтың жүрегінен орын алған Асанәлі Әшімов дүниеден өтті. Әрине, бұл қазақ руханияты үшін зор қайғы. Ал енді бір өкініштісі, біз бұрын дүниеден өткен адамның артынан жаман сөз айтпай нейледік? Сана бұзылды ма, қоғам бұзылды ма, әлде 21 ғасырдан бір тас жүрек сыртқы болмысы қалыптасты ма? Facebook парақшасына кіргенде марқұмды һәм Асанәлі ағамыз жайлы алып қашпа әңгімелер жазып, мысқылдап, түрлі пост салып жатқан азаматтарды көріп, төбе шашымыз тік тұрды. Біз қазақ қолда барда алтынның қадірін білмейтін халықпыз. Осыдан талай таяқ жеп келе жатырмыз сан ғасырдан бері. Ортада мұрын болмаса екі көз бір-бірін шұқиды деген қазақта керемет тәмсіл бар. Қазақтың жауы қазақ деп кезінде аталарымыз айтты. Бұл енді 37 жылы шыққан мәтел болуы мүмкін. Бұл туралы Мұхтар Мағауин да керемет өзінің пікірін жазып кетті. Асанәлі Әшімов азды көпті ғұмырында қазақ өнеріне үлкен үлес салып кеткен адам. Екі баласы бірінің артынан бірі дүние салды. Тағдырдан текпісін көрді. Тәңір жазған тағдырмен күресті. Енді ол кісі туралы түрлі әңгімелер айтып, әлеуметтік желілерге жазу ақылға сыймайтын дүние. Сіздер маған сенбесеңіздер, мынау Ресейдің әлеуметтік желілеріне, солардың газеттеріне кіріп қараңыздар. Бізде осы салып жазып жатқан дүниелерімізді олар аударып өздеріне беріп жатыр. Бірінді қазақ, бірінді дос, көрмеген істің бәрі бос дейді. 86 жылы Асанәлі Әшімов қол қойыпты дейді. Қойса қойған шығар, я қоймаған болар. Заманның қатал уақыты. Енді ол кісінің қолында түк жоқ, ол билікте отырған жоқ. Жалпы мынау өнер саласында жүрген, журналистика саласында жүрген, енді журналистер ақпарат беруші ғой, таратушы, жазушылардан кейде біз ойбай бұлар біздің сөзіміз сөйлемейді деп ұрсып, өкпемізді айтып, эмоцияға беріп жатамыз. Олар да қарапайым халықтың өкілі, қарапайым халықтың ішінде жүрген қарапайым халықтың біреуі. Ақиқатында олардың қолында түгі жоқ, билігі жоқ. Өзі 21 ғасырда өлудің өзі қорқынышты болып кетті ағайындар. Дүниеден өткен қандай адам болса да жаман сөз жазбайық, жақсы пікірде болайық.